Сәлематсыңдар ма балалар? Біз сендермен батыс өркениетінің ірі ошағы болған Грекияның тарихымен танысуды бастадық. Сол Грекиядағы танымал тұлғалардың бірі Александр Македонский. Бүгінгі сабақта біз неліктен Александр Македонский скифтерді бағындыра алмады сұрағының төңірегінде талдау жүргіземіз. Сабағымыздың мақсаты ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін империя ұғымын білу және пайдалану. Басқыншылық соғыстары мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін талдау. Бүгінгі сабақта сендер сақтардың Александр Македонскийге қарсы соғыста жеңіске жетуінің себептерін анықтайсыңдар және басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін түсінесіңдер. Империя ұғымы. Империя дегеніміз не? Әскери қуатты, мықты, монархиялық билігі орныққан, ұлан-ғайыр жерді иелік еткен мемлекетті империя деп атаймыз. Александр Македонский өз елін империя дәрежесіне қалай жеткізді? Бүгінгі сабақта осы сұрақтың төңірегінде талдау жүргіземіз. Өздеріңе белгілі, Балқан түбегі 3 бөлікке бөлінеді. Пелопоннес аймағы орналасқан бөлігі бұл оңтүстік Грекия аймағы. Аттика аймағы орналасқан бөлігі бұл орталық Грекия және Македон аймағы орналасқан бөлігі бұл солтүстік Грекия. Біздің заманымыздан бұрынғы 9 және біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда солтүстік Грекияда Македония мемлекеті өмір сүрген. Сол Македон мемлекетін біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырда қуатты елге айландырған билеуші ол 2 Филипп. 2 Филипп монархиялық билікті күшейтеді, ақша реформасын жүргізеді және грек үлгісіндегі әскери фаланганы жасақтайды. Әскери фаланга үлгісі дегеніміз бір сапта жауынгерлердің тығыздала жинақталу үлгісіндегі жасақталған әскер. Филипптің әскері 16 қатардан тұратын әскери фаланга болып жасақталды. 2 Филипп өз әскерін күшейте отырып, Аттика аймағына шабуыл жасайды. Осы Аттика аймағына жорығында 18 жасар баласы Александр Македонский елеулі үлес қосады. Ал енді Александр Македонский қай жылы билікке келді және ол саяси билікті қалай жүргізді дейтін болсақ, келесі презентацияда таныстырып талдап көрелік. Александр Македонский біздің заманымыздан бұрынғы 356 жылы дүниеге келіп, біздің заманымыздан бұрынғы 323 жылға дейін өмір сүрген. Александр Македонскийдің ұстазы Аристотель. 2 Филипп өз баласы 13 жасқа келген кезде оны білім мен ғылымға баулу үшін Аристотельді ұстаздыққа шақырады. Аристотель мемлекетті басқару ісінде білім мен ғылымды қалай қолдану керектігін Македонскийға үйретеді. Александр Македонский өз естелігінде маған әкем өмір берсе, ал өмірді қалай сүру керектігін маған үйреткен ұстазым деп Аристотельдің еңбегін ерекше бағалайды. Александр Македонский 336 жылы билікке келе отырып, шығысқа жорығын бастайды. Алдыңғы Азия, Кіші Азия еліктерін бағындыра отырып, Александр Македонский жерортаның шығысындағы Сирия елдерін өзіне тәуелді етеді. Тәуелді ете отырып, Африканың солтүстігіндегі Египет жерін жаулап алады. Бір қызығы Египет халқы Македонскийға соғыссыз берілді. Александр Македонский Ніл атырабында Александрия қаласының негізін қалайды. Македонский өз жорығын Қос өзен жерін жалғастырады. Қос өзен жеріндегі Парсы патшалығын бағындыра отырып, Каспийдің оңтүстігіндегі Парфия елін бағындырады және Орта Азия еліктерін өзіне тәуелді етеді. Сондай-ақ Үндістанның солтүстік бөлігін бағындыра отырып, Александр Македонский өзінің
Балқан түбегіндегі шекарасын ұлғайтады, ұлан ғайыр жерді иелік етеді. Аталмыш жердегі елдерді өзіне тәуелді ете отырып, ол елдер отар елге, яғни Александр Македонскийға тәуелді елге айланады. Осылайша Александр Македонский жерін ұлғайта отырып, шекарасын кеңейте отырып, империя дәрежесіне жетеді. Александр Македонский Орта Азияны бағындыра отырып, Сырдарияның келесі жағалауында орналасқан көшпелі тайпа сақтарға жорық жасайды. Алайда сақтардың ержүректілігі, әскери тактиканы шебер меңгерген сақ жауынгерлері өз жерлерін ерлікпен қорғайды. Дүниенің батыс пен шығыста бағындырған Александр Македонский сақтардың жерін жаулай алмай сағы сынады. Осылайша біздің заманымыздан бұрынғы 323 жылы Александр Македонский көшпелі тайпаны бағындыра алмай кері қарай оралады. Осылайша ол өзінің өмірінің соңғы сәтін Вавилон қаласында өткізіп, осы жерде қайтыс болады. Александр Македонский қайтыс болғаннан кейін оның империясы өмір сүруін тоқтатады, және бұл империя бірнеше патшалықтарға бөлініп кетеді. Осылайша батыс пен шығысты бағындырған Александр Македонский өзінің билігін біздің заманымыздан бұрынғы 323 жыл тоқтата отырып, империялық дәрежесінен айырылады. Бүгінгі Александр Македонскийдің басқыншылық жорықтарын талдай отырып, алған білімімізді түйіндеу үшін тапсырмалар орындап көрелік. Ақиқатты анықта. Соның ішінде берілген ақпараттардың қайсысы ақиқат, қайсысы жалған екенін анықтауымыз керек. Бірінші, Александр жаулап алған жерлерге тәуелсіздік берді. Екінші ақпаратымыз, Александр біздің заманымыздан бұрынғы 356-323 жылдың аралығында өмір сүрді. Үшінші, ұлы қолбасшы Орта Азия елдеріне жорық жасаудан бас тартты. Төртінші, жаулаушылық жорықтар ежелгі Грекияның жетістіктерінің таралуына мүмкіндік берді. Бесінші, Александр Аристотельден өмір алды. Және алтыншы, Александр Үндістанды толық жаулап алды. Яғни берілген ақпараттардың ақиқат жалғандығын анықтап болсақ, келесі тапсырмаға көшелік. Келесі тапсырмамыз, неліктен Македонский сақтардан жеңілді? Берілген сұрақтың жауабын анықтау үшін 3 дәйек ұсынасыздар, және осы 3 дәйекті ұсыну барысында жорық, ерлік, ер жүрек сөздерін қолданыңыздар.